Биылғы қыркүйек жылдағынан жылы болмақ. Синоптиктердің болжамынша айдың екінші 10 күніндегі сынап бағанасы плюс 30 градусқа дейін көтерілмек. Дегенмен бұл 2003 жылғы көрсеткішке жетпейді. Осыдан 12 жыл бұрын сынап бағанасы плюс 34 градусқа дейін көтерілген екен. Биылғы күз қандай болмақ? Тілшіміз Аманжол Нұртазин білмек болды. Жаз мезгілі халық көңілінен шықпағаны хақ, дегенмен тұрғындар күз уақыты жылы болатынына сенеді. Синоптиктердің болжамынша сынап бағанасы 27 градус жылылыққа дейін барады бұл айда. Қыркүйек айының бірінші 10 күндігі салқын болып, ауа райының орташа температурасы плюс 12 градус шамасында болады деп болжануда. Ал түнгі уақытта кей жерлерде минус 2 градусқа дейін төмендемек. Ал халықтың өз болжамы бар. Олардың есебінше биыл күз оң қабақ танытып, жаздан гөрі бұл мезгіл жылы болмақ. Әрқашан жақсылық күтеміз, қандай ауа райы болсын, жақсылық болсын дейміз, одан басқа не айтамыз. Надеемся, чтобы осень была очень теплая, радостная, чтобы мы собрали хороший урожай. Если бы осенью была теплая погода, мы больше с детьми погуляли. Қазгидромет мамандарының болжамынша жылу солтүстік өңірде қыркүйек айының екінші 10 күндігінде келеді. Осы аралықта кей күндері ауа температурасы 30 градусқа дейін ысымақ. Во второй декаде ожидают... Кей жерлерде сынап бағанасы 22-27 градусқа дейін көтерілмек. Ал жалпы бұл айда жауын-шашын мөлшері шамадан аспақ 26-35 миллиметрді құрайды. Ал тарихи деректерге сүйенсек, Петропавлда ең суық ауа райы 1955 жылы тіркелген екен. Онда сынап бағанасы -6-ны көрсетіпті. Аманжол Нұртазин, Ерлан Қалиев, ақпарат.